шылау, жалғаулық шылаулар, септеулік шылаулар, союзы, послелогии. Өзара тең тұрған сөздерді, бірыңғай мүшелерді, сөйлемдерді, салалас сөйлемдер байланыстырып, солардың арасындағы грамматикалық қатынасты білдіріп тұрған шылаулар жалғаулықтар деп аталады. Союзы служат для соединения однородных членов предложения. Салыстырғыш, ыңғайластық. Мен, бен, пен, менен, да, де, та, те және әрі. Талғаулықты. Әлде, біресе, я, бірде, болмаса, не, немесе, мейлі. Сабақтастырғыш. Қарсылықты. Бірақ, алайда, әйтсе де, әйткенмен, әйтпесе, әйткенде, дегенмен, онда да, сонда да, сөйтсе де. Себепті. Себебі, өйткені, неге десен, не үшін десен. Салдарлық. Сондықтан, сол себепті, сол үшін, соның үшін. Шарттық. Егер, егерде, алда жалда. Айқындағыш, яғни демек. Ұстастырғыш. Ал ендеше, олай болса, онда. Атаушы сөздер арасындағы мезгілдік, мекендік, мақсаттық, себептік қатынастарды білдіріп, байланыстырушылық қызметте жұмсалатын көмекші сөздер септеулік шылаулар деп аталады. Септеуліктер белгілі бір септік жалғаудағы сөзбен тіркесіп, оның грамматикалық мағынасын нақтылап, толықтыра түседі. Послелогия выражает отношение между предметами и управляет каким-либо падежом именных частей речи. Атау арқылы, туралы, жайында, жайлы, жөнінде, сияқты, секілде, бойы, бойда, бойынша, үшін, боймен, сайын, ғұрлы, шамалы, шақты. Барыс, дейін, шейін, төмен, қарай, қарсы, тарта, жуық, таяу. Шығыс, бері, кейін, сон, бұрын, бетер, гөрі, әрі, бөлек, өзге. Көмектес, қатар, бірге, қабат, қоса.